Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Есімім Аманжол, мамандығым қаржыгер. Бүгінгі видеоның тақырыбы тағы да сол 42.500 теңгенің төңірегінде. Яғни бүгінгі айтылатын ақпарат, егер де сіз жаңағы 42.500 теңгені берілетін адамдардың барлық талаптарына сай келіп тұрып, яғни сіздің жұмыс істеп жүріп, жұмысыңыздан айырылып, үйде отырған без содержанияға кеткен азамат болып, барлық талаптарға сай болып, бірақ өтінімді бере тұра, бірақ сізге 42.500 теңге төленбей қалса, онда ол әділетсіздік. Яғни біз сол әділетсіздікпен күресу керекпіз. Онда ондай азаматтар сол 42.500 теңге көлеміндегі жәрдемақысын алу керек. Бүгінгі видео сол азаматтарға арналады. Яғни ол азаматтар не істеу керек ары қарай 42.500 теңгесін алу үшін деген жаңағы сұрақты қамтимыз. Бірден видеоның басында кімдерге мүлде тиесілі емес сол азаматтардың жаңағы санаттарын бір қайттан қайталап өтейін. Бірақ бұғанға дейінгі берген ақпараттарымда сан рет айтылған бұл ақпарат, бірақ қайтадан бір естеріңізге салып өтсем, кімдерге тиесілі емес бұл 42.500 теңге. Бірінші, төтенше жағдай туындағанға дейінгі, яғни 16 наурызға дейінгі соңғы 12 айдың ішінде ең кем дегенде бір ай болса да әлеуметтік сақтандыру қорына ақша аударылмаған азаматтар, яғни әлеуметтік сақтандыру қорына ең кем дегенде бір ай болса да ақша аударылу керек болатын. Егер де ол деген сөз сіздің ресми түрде жұмыс істегендігіңіздің дәлелі. Соңғы 12 айда бір рет болса да ресми жұмыс істеп, сізге жаңағы ақша әлеуметтік сақтандыру қорына бір рет болса да ақша аударылса, онда сізге беріледі. Ал егер де бір ретте болса да ақша аударылмаған болатын болса, онда сізге өкінішке орай берілмейді. Екінші, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер, яғни өтінім бергенге дейін бірінші категория төтенше жағдайға дейін болатын болса, мына екінші категория, бұлар бірыңғай жиынтық төлем, яғни единый совокупный платежды төлеушілер өтінім бергенге дейінгі соңғы 12 айдың ішінде бірде-бір төлем болмаған. Яғни енді өздеріңіз іштеріңізден көкейлеріңізде түйіп отырған шығарсыздар. Тіпті сіз жаңағы бірінші категорияға жататын болсаңыздар, мына екінші категорияға өтіп, өтінім бергенге дейін, егер де сіз единый совокупный платежды төлесеңіз, онда сізге тиесілі болушы еді. Егер де единый совокупный платежды төлемеген болсаңыз, өтінім бергенге дейін, яғни сізге өкінішке орай 42.500 теңге тиесілі емес. Үшінші, азаматтық келісімшарт негізінде жұмыс істеген азаматтар. Азаматтық келісімшарт дегеніміз договор гражданско-правового характера деген жаңағы санат бар, яғни еңбек келісімшарт емес, жұмыс берушімен жаңағы азаматтық келісімшарт арқылы жұмыс істейтін. Яғни сол келісімшартпен жұмыс істеген азаматтар және соңғы сол 12 төтенше жағдайға дейінгі соңғы 12 айдың кемінде бір айында зейнетақы жинақтау қорына бір ай болса да ақша аударылмаған болатын болса, онда бұл азаматқа да берілмейді. Яғни ГПХ мен жұмыс істеп жүріп, соңғы 12 айдың ішінде ең кем дегенде бір рет болса да зейнетақы қорына сіздің жұмыс берушіңіз сіз үшін зейнетақы жарнасын аудару керек болатын. Аудармаса, өкінішке орай сізге де берілмейді. Төртінші, бірнеше жерде жұмыс жасайтындар. Болмаса, өзі жеке кәсіпкер және жеке кәсіпкер бола тұра бір жерде жұмыс істейтін азаматтар. Егер де осы азаматтар бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, екі жерде мысалы жұмыс істеп жүріп, біреуінен жұмыстан айырылып, екіншісінен жұмыстан айырылмай, ол жердегі табысы тоқтамаған болатын болса, бұл азаматтарға да берілмейді. Немесе жеке кәсіпкер басқа жақта жұмыс істейді. Жұмыстан шығып, бірақ жеке кәсіпкерлігінен табысы тоқтамаған болатын болса, бұндай азаматтарға берілмейді. Яғни, қандай да бір табысыңыз бар болса, онда сізге берілмейді. Бұл беріледі тек қана жұмыс істеп жүріп, табысынан айырылған азаматтарға. Келесі категория. Жаңағы мемлекеттік бюджеттен, болмаса мемлекеттік фондтардан қандай да бір көмек алып жүрген азаматтар, мысалы, ол пенсия түрінде, пособия түрінде, басқа да бір көмектер алып жүріп, төтенше жағдай кезінде
төтенше жағдай туындағаннан кейін барып бірыңғай жиынтық төлемді төлеп өтінім берген азаматтарға да берілмейді. Ол деген қалай? Мысалы, сіз бала күтіміне байланысты үйде жаңағы декреттік демалыста отырсыз. Балаңыз 1 жасқа толған жоқ, мемлекет сізге жаңағы пособие төлейді. Сіз төтенше жағдай туындағаннан кейін барып сіз мемлекетке жаңағы единый совокупный платежды төледіңіз де өтінім бердіңіз. Сізге өкінішке орай берілмейді. Сізге берілу үшін сіз төтенше жағдай туындағанға дейін сіз бір жерде жұмыс істеп жүрген болу керек едіңіз. Болмаса единый совокупный платежды төтенше жағдайға шейін төлеу керек едіңіз. Сол кезде сізге берілетін еді. Бұл логикасы мына жерде. Сіз төтенше жағдайға дейін де жұмыс істеп жүрген жоқ едіңіз ғой. Ешқандай табысыңыз жоқ еді. Сіз тек қана мемлекеттен берілетін жаңағы жәрдемақыға қарап отырған азамат едіңіз. Енді төтенше жағдай туындай қалған кезде өзіңіздің жаңағы жағдайыңызды мен жұмыс істеп жүрген азаматпын деп өтірік единый совокупный платеж төлей салып өтінім берген адам болып көрінесіз да, ондай адамға әрине мемлекет айтады, сіз төтенше жағдайға дейін де жұмыс істеген жоқ болатынсыз. Енді төтенше жағдай келген кезде жаңағы жәрдемақыны алу үшін төлеп, ақша төлеп алу деген ол шындыққа жанаспайды деп сіздерге де бермейді. Келесі, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекетке тұрақты түрде тұруға көшіп кеткен азаматтар Қазақстан Республикасының ішкі істер департаментінен тіркеуден шыққан, яғни азаматтық тіркеуден шығып басқа мемлекетке көшіп кеткен азаматтарға да берілмейді. Яғни ол біздің мемлекеттің азаматы болмағандықтан бізден тіркеуден шығып басқа мемлекетке тұрақты түрде сол жақта тұрам деп көшіп кеткен азаматтар да ол азаматтарға да берілмейді. Енді одан кейін келесі бір тағы бір топ қылмыстық істері бойынша мемлекеттік жаңа түзету мекемелерінде отырған азаматтар, толықтай мемлекеттің қарамағындағы азаматтар. Яғни бұл азаматтардың жаңағы тамағы да, киімі де барлығы мемлекеттің тарапынан болғандықтан, бұл азаматтар жаңағы түзету мекемелерінде отырғандықтан бұл азаматтарға да берілмейді. Енді соңғы бір мемлекет өзгерістер енгізді осы мамыр айында кімдерге берілмейді деген кезде сіз істейтін мекеме, яғни сіз бір мекеменің қызметкерісіз және сол мекеменің иесі болмаса қосымша сол мекемеге бір ықпал ететін, яғни құрылтайшысы болып мемлекет табылатын болса, яғни мемлекеттік компаниялар болатын болса, жартылай мемлекеттік компаниялар болатын болса, және сіз сондай компанияда жұмыс істеген болатын болсаңыз, сізге де берілмейді. Және де тағы бір қосылған категория ол екінші деңгейлі банктердің қызметкерлеріне және банктық қызмет атқаратын мекемелердің қызметкерлеріне берілмейді. Екінші деңгейлі банктер деген барлық біздің өзіміздің банктер, сіздер барып қызмет алып жүрген банктер, сондай банктердің қызметкерлері және банктық қызмет атқаратын, тікелей банк емес, бірақ банктық қызмет атқаратын жаңа микрокредиттік организациялар, общем банктық қызметкердің белгілі бір түрімен айналысып жүрген мекеме болса, сол мекеменің қызметкері болсаңыз, сізге де берілмейді. Сіз тіпті жаңағы бес содержанияға кетсеңіз де, табысыңыздан айырылсаңыз да, сіз сол мекемеде жұмыс істегеніңіз үшін сізге де берілмейді. Егер де мен осы жоғарыда айтып өткен категориялардың ешқайсысына сіз жатпасаңыз, өтінімді берсеңіз, дұрыс бәрін көрсетіп берсеңіз, бірақ сонда да сізге өтінім 42.500 теңге түспесе, онда сіз не істейсіз? Енді соған байланысты тоқтайын. Тағы да бір айта кететін жайт, егер сіз өтінім бердіңіз, өтініміңізде шотыңызды көрсете алмадыңыз, болмаса шотыңызды көрсеттіңіз, бірақ қателесіп, шотыңыздың нөмірін дұрыс жазбадыңыз. Бір әріптен қателестіңіз, бір цифрдан қателестіңіз, сөйтіп кетіп қалды. Мен алдындағы видеоларымда айтқам, егер сондай жағдай болатын болса, мемлекеттен сізге SMS келеді 1414 нөмірінен. Сіз сол 1414 нөміріне келген SMS-ке өзіңіздің дұрыс шотыңызды жазып жібересіз, содан кейін барып ақша сізге түседі деп айтқан болатынмын. Бірақ ол менің сол кездегі қолымдағы бар ақпарат болатын. Бірақ өкінішке орай мен түсінгенім бойынша ондай жағдайда сіздерге 1414-тен ешқандай хабарлама келмеген сияқты. Яғни сіз дұрыс шотыңызды дұрыс жазбай қалдыңыз, сізге әлі жаңағы не келген жоқ.
SMS келген жоқ, ақша түскен жоқ. Бұл жағдайда сіз төтенше жағдай аяқталғаннан кейін, яғни 11 мамырдан кейін, бір айдың ішінде, яғни келесі маусым айының 10-ына дейін соңға барып, өзіңіздің дұрыс реквизиттарыңызды берсеңіз болады. Қайталап айтам. Сізге жаңағы 42.500 теңге тиесілі болған, сіз бірақ өзіңіздің шотыңызды дұрыс жазбай жібердіңіз, соның салдарынан сізге шотыңызға ақша түспей қалды. Сол кезде сіз енді не істеріңізді білмей отырсаңыз, сіз енді міне төтенше жағдайдан біткеннен кейінгі бір ай мерзімінің ішінде соңға барып өзіңіздің дұрыс, енді әрине куәлігіңізді барлығын алып барасыз, яғни сіз өзіңіз туралы айтып тұрған азамат екенін дәлелдеу үшін жеке куәлігіңізді көрсетесіз, сол жерге барып дұрыс банктік реквизит жаңағы шотыңызды бересіз. Сол кезде сіздің шотыңызға ақша жаңағы 42.500 теңге аударылатын болады. Ал егерде белгілі бір жағдаймен сізде шот болмаған болатын болса, онда сіз өзіңіздің атыңызға тіркелген сотовый нөміріңізді қалдыра аласыз. Яғни бұл деген сөз не деген сөз? 42.500 теңге сіздің телефоныңыздың балансына түседі деген сөз. Бірақ нөміріңізді қалдырасыз, ол нөмір өзіңіздің атыңызға тіркелген болу керек. Сол нөмірді соның қызметкерлері жаңағы сіздің нөміріңіздің операторына жолдап, нақты сіздің атыңызға тіркелген нөмір ме екенін тіркеп тексеріп, одан кейін барып сол шот нөміріңізге ақша аударуға пәрмен береді. Сол кезде барлығы дұрыс болатын болса, ақша сіздің жаңағы телефоныңыздың балансына түседі. Одан кейін барып сіз сол балансыңыздағы ақшаны банкоматтан барып шешіп алуыңызға болады. Енді оны қалай шешіп алынады, банкоматтан қалай шешіп алынатындығы жайында егжей-тегжейлі ақпаратты сіз өзіңіздің сотовый операторыңызбен хабарласып, яғни колл-центрге, сол азаматтардан біле аласыз. Енді егерде сіз өтінімді 15 сәуірге дейін дұрыс берсеңіз, және сізге берілу керек барлық тараптарға сай, бірақ сізге берілмесе, онда сіз 2 айдың жаңағы жәрдемақысына үміткерсіз, ала аласыз 2 айдың жәрдемақысын. Егерде сіз 15 сәуірден кейін берсеңіз, және барлық талаптарға сай болсаңыз, өтінімді дұрыс берсеңіз, онда сіз 1 айлық жәрдемақыға жаңағы үміткерсіз. Барлығы бізде 2 айға төленді жәрдемақы. Енді олай болатын болса, сіздер не істейсіздер? Ары қарай не істеу керек? Менің айтатыным сіздерге. Мен қазір осы видеоның астында, описаниясында 2 электрондық адресті қалдырам. Мен бұл туралы өзімнің Instagram парақшамдағы бір постымда жазғам. 42500 ayğulaq@еңбек.kz болмаса 42500 ayğulaq@gfss.kz. Осы 2 электрондық адрестің біреуіне өзіңіз туралы ақпаратты толығымен жазу керексіз. Өзіңіз туралы ақпарат деген кезде өзіңіздің толық аты жөніңізді, өзіңіздің ЖСН-іңізді, ИН-іңізді жазу керексіз. Егерде сіз жеке кәсіпкер болатын болсаңыз, онда жаңағы өзіңіздің аты жөніңізді, ИП-іңіздің бәрін жазумен қоса, сол уақыт аралығында егерде сізде жаңағы ИП-іңізде кассалық аппарат тіркелген болатын болса, онда ОФД-дан, жаңағы ОФД сайтынан сол уақыт төтенше жағдай кезінде сізде ешқандай табыс болмағандығы туралы выписканы шығарып бересіз. Және де банктегі шотыңыздан выписканы шығарып, сол хатқа барлығын прикладывать етесіз. Сол кезде содан кейін барып жібересіз. Ал енді қазір ол кезде мүмкін ол кісілер қарай алмаған шығар, бірақ енді қазір ол кісілерге түсетін, яғни ГФСС-қа түсетін хаттардың саны аз. Енді сол үшін бұлар әр хатты жіті қарайды. Сондықтан міндетті түрде хат жолдаңыздар, жазыңыздар өзіңіздің жағдайларыңызды. Өйткені егерде сіз барлық алуға, 42500 теңгені алуға барлық жағдайыңыз келіп тұрып, барлық талапқа сай келіп тұр, бірақ алмай қалсаңыз, ол әділетсіздік әрине. Біреу алып, біреу алмай жатса, ол әділетсіздік. Сол үшін әділетті болу үшін өзіңіздің жаңағы жағдайыңызды толығымен, жаңағы мен айтып өткен, қазір мына
видеоның ссылкасын да қалдырамын. Сол 2 электрондық адреске міндетті түрде жазыңыз өзіңіз туралы ақпаратты. Міндетті түрде сізге жауап беретін болады. Егер де жоқ жаза алмаймын, сіздер айналысыңыздар дейтін болатын болсақ, біздер қазір заңгерлердің, бір топ заңгерлердің көмегіне жүгініп жатырмыз. Әр қайсыларыңыз туралы ақпаратты алып, сол заңгерлерге береміз. Заңгерлер әр қайсыларыңыздың тексеріп, қайтадан сіздер туралы, сіздердің аттарыңыздан жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорына сұрау жібереді, өтінім жібереді. Сіз үшін, сіз жаңағы ақшаны сізге алып беру үшін. Әрине, бірақ ол үшін әр азамат үшін заңгерлердің еңбегі бар. Еңбегіне ең төмен деп белгіледік. 2000 теңге, оны тіпті еңбек ақы деуге де келмейді. Жай енді бір рахмет ретінде беру керек боласыздар, заңгерлер. Бірақ сіз үшін, сіздің жағдайыңызға кіріп, егер де сіз алуға тиісті болсаңыз, онда сол ақшаңызды сіз үшін, сіздің атыңыздан қудалап сізге алып беруге ол азаматтар дайын. Егер де сіз өзім мен онымен айналыса алмаймын, оған менің уақытым да жоқ, оны мен түсінбеймін, сіздер көмектесіңіздерші десеңіз. Бірақ ол үшін менің инста парақшамда және мен телеграмда Аманжол Смағұлов деп іздесеңіздер, телеграмда каналым бар. Инста парақшамда осы екеуінде анкета болады. Сол анкетаны толтырасыздар өзіңіз жайында. Егер де сіз туралы сіз үшін біздің заңгерлер өтінім берсін десеңіздер, сол анкетаны толтырасыздар. Содан кейін барып біздің заңгерлер сіздермен хабарласып, одан кейін барып сіздің жаңағы жағдайыңызды жеке-жеке қарап ГФСС-қа хат жолдайтын болады. Видео сіздерге өте пайдалы болды деген үміттемін. Егер де жаңағы басқа да бір азаматтар, туған ағайын туысқандарыңыз, көршілеріңіз алмайған азаматтар болатын болса, міндетті түрде видеоны таратыңыздар. Барлығы көрсін, өйткені әділдік болу керек. Алу керек азаматтар, оны міндетті түрде алу керек. Сондықтан сол үшін жаңағы осы видеоны барынша таратуға тырысыңыздар. Менің Аманжол Смағұлов деген инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Аманжол Смағұлов деп телеграмнан іздесеңіздер де болады. Мен сол жерде каналым бар, сол жаққа да тіркеліңіздер. Керек болса анкетаны толтырыңыздар. Енді қазіргі біздің сіздерге беретін көмегіміз осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.